бастаймын. Тақырыбы адамзат тарихындағы білім беру мақсаттарының әртүрлігі, тұжырымдамалар мен модельдер. Жоспары: білім беру мақсаттарының қоғам дамуымен байланысы, білім беру мақсаттарының тарихи өзгеруінің маңызы, адамзат тарихындағы білім беру мақсаттарының эволюциясы. 19-шы, 20-шы, 21-ші ғасырлардағы білім беру мақсаттары және әлеуметтік мәдени тұжырымдамалары туралы сөз қозғаймыз. Адамзат тарихында білім беру мақсаттары әр дәуірде өзгеріп отырады. Әр кезеңде білім берудің мазмұны қоғамның әлеуметтік, экономикалық, мәдени дамуына байланысты анықталады. Білім беру әрқашан қоғамның сұранысына сәйкес дамып отырады. Ежелгі қауымдық құрылыс кезеңінде білім берудің басты мақсаты өмірлік тәжірибені жас ұрпаққа жеткізу болып табылады. Ежелгі өркениеттерде білім беру күрделене түседі. Мысалы, Мысырда жазу, математика, архитектура, астрономия негіздерін меңгеру арқылы мамандар даярланған. Грекияда білім екі бағытта дамыды: спарталық тәрбие және афиналық тәрбие. Спарталық тәрбие ол жауынгерлікке даярласа, афиналық тәрбие дене, жанды, жүйелесімді дамытуға басты назар аударды. Ежелгі өркениеттерге тоқталатын болса, ежелгі Мысырда білім беру мақсаты мемлекеттік басқаруға қажетті мамандар даярлау болды. Жазу, математика, астрономияны оқытты. Қытайда Конфуций іліміне сүйене отырып, білім беру мақсаты адамгершілік қасиеттерді тәрбиелеу болды. Грекияда білім екі бағытта дамыды деп жаңа айтып кеткендей, екі тәрбие бағытында жұмыс жасады. Сонымен қатар білім беру әр елде қоғам қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталып отырды. Орта ғасырдағы білім беру Еуропадағы білім беру діни сипатқа ие болды. Мақсаты шіркеу беделін нығайту, діни ілімді тарату, монастырь мектептерді діни насихаттау, діни қызметтерді даярлауға негізделді. Жалпы медреселерде Құран ілімімен қатар математика, медицина, астрономия оқытылды. Әл-Фараби, Жүсіп Баласұғын білім берудің мақсатын жан-жақты тұлға тәрбиелеуде деп көрсетті. Қожа Ахмет Яссауи білім берудің мақсаты қоғамға пайда тигізетін ізгі тұлға тәрбиелеу деп анықтады. Орта ғасырда білім беру тек діни шеңберде қарастырылмады. Ол да қоғамның сұранысына сәйкес құрылды. Әр дәуірде білім беру мақсаты қоғам идеологиясына сай анықталды. Сонымен орта ғасырлық білім беру дәстүрлері кейінгі педагогикалық сипатқа ие болды. Қайта өрлеу дәуірінде гуманизм идеясының ықпалымен білімнің мақсаты адамды еркін дамыту болды. Адамның шығармашылық қабілеттерін ашу басты назар алынды. Табиғаты қоғамды тануға үйрету маңызды болды. Өнер, әдебиет, ғылым ерекше мәнге ие болды. Мектептерде ана тілі білім беру дамыды. Классикалық әдебиет пен өнерді меңгеру басты мақсатқа айналды. Білім берудің мақсаты еркін ойлайтын азамат тәрбиелеу болып табылды. Жаңа дәуір ол 17-ші және 18-ші ғасырларда білім беру философиялық ағымдармен байланысты болды. Каменскийдің білім берудің мақсатын адамды нағыз адам ету деп көрсетті. Жалпы Каменскийдің ойлап тапқан сынып жүйесі қазіргі кезге дейін ол белең алып келеді. Джон Лок тәжірибенің рөлін алға тартты. Ал Жан-Жак Руссо болса тәрбиені, еркін тәрбие, джентльмендік тәрбиені насихаттады. Бірақ олардың ғұмыры аз болды. Мектептер бір-бірінде мемлекеттік сипатқа ие болды. Барлық адамдарға арналған білім қажеттілігі айқындалды. Философиялық ағымдар қалыптаса бастады. Әр дәуірдің ерекшелігі қоғам талабымен анықталып отырды. 19-ші ғасырдағы білім беру ол өзіміздің қазақ даласында мақсаттарында индустриалды қоғамға сай өзгерді. 19-ші ғасырда мемлекеттік мектептер жүйесі құрылды. Білімнің мақсаты сауатты жұмысшылар мен мамандар даярлау болды. Жалпы алғанда сондай-ақ еңбекке баулу, Алтынсарин халық мектептерін ашты. Ең бірінші қазақ даласында қазақ-қырғыз мектептері, қыз балаларға арналған жалпы мектептер аша бастады. 20-ші ғасырда әртүрлі модельдерге бөлінді. Дәстүрлі модель оқушыларға ғылым негіздерін үйретуді басты мақсат етті.
энциклопедиялық білім беру арқылы тұлғаның интеллектуалдық дамуына көңіл бөлді. Мектептерде барлық пән бойынша терең білім беру қарастырылды. Дәстүрлі модельде білім берудің негізгі қағидаттары теориялық негізде құрылды. Дәстүрлі модель білім берудің ұзақ мерзімді мақсаттарына негізделді. 20 ғасырдың прогрессивті білім беруі қалай болды? Прогрессивті білім берудің негізін салушы Джон Дьюи идеяларына негізделді. Оның мақсаты тәжірибелік әрекет арқылы тұлғаның әлеуметтенуін қамтамасыз етті. Оқушылар белсенді әрекетке қатыса отырып білім алады. Прогрессивті модель оқушы қызығушылығына сүйенеді. Бұл кезде бала неге қызығады, соны ғана оқыту керек деп тапты. Кеңестік кезеңдегі білім беру моделі қалай болды? Бұл мақсат коммунистік идеологияны сай тұлға тәрбие болды. Оқушылар жан-жақты дамыған азамат болу керек деді. Мектептер ғылымның барлық саласы бойынша білім берді. Кеңестік білім беру практикалық, теориялық білімді біріктірді. Білім беру идеологиясы тұрғыдан бағытталды. Оқушылар еңбек пен білім арқылы қоғамға пайда әкелу түсіндірді. Сол кезде жалпы Қазақстанда болсын, елімізде болсын, спытулар, техникумдар қаптап ашылды. Еңбекке балаларды еңбек адамын даярлау мақсат етті. Гуманистік педагогика 20 ғасырдың екінші жартысында қалыптасты. Оның қалыптасуына жалпы Роджерс пен Маслоу өзінің негіздемелерін ұсынды. Гуманистік педагогика тұлғаның шығармашылық қабілетіне басты назар аудара бастады. Бұл бағытта оқушы өз әлеуетін ашылады. Білім беру тұлғаның өзін-өзі жүзеге асуына жағдай жасауға бағытталады. Гуманистік педагогика тұлғаның жеке қажеттіліктеріне негізделеді. Гуманистік психологияда мынандай ережелерді жалпы алғанда ұстану керек. Адам өзінің қызыққан дүниесімен қалыптасуы керек. Конструктивизм ол оқушы болсын, жалпы жеке тұлға болсын, Пиаже, Выготский, Пейпер конструктивизм негізін қалады. Оқушы белсенді әрекет арқылы білім алады. Бұл модельде оқыту процесі проблемаларды шешуге негізделеді. Білім беру мақсаты ойлау қабілетін дамытады және құрастыру арқылы жалпы бала интерактивті әдістерді өздігінен үйреніп шыға алады. Оқушылар шығармашылық шешім қабылдауға үйретіледі. Білім беру моделі жеке тұлғаның әлеуметтік өмірге бейімдеуге бағытталады. 21 ғасырдағы білім беру жаһандану ақпараттық қоғам талаптарына сай өзгеріп отыр. Басты мақсат оқушының өздігінен ізденуге үйрету. STEM бағыттары. Қазіргі STEM деп отырмыз, балалардың өздігінен сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамыту болады. Цифрлық сауаттылық педагогикада жалпы ақпараттық құзыреттілікті басты назарда ұстауымыз керек. Білім беру өмір бойы оқуды қамтиды. Халықаралық стандарттарға сәйкес білім беру құзыреттілікке негізделген 21 ғасырдағы білім беру тұлғаның жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді. Цифрлық сауаттылық. Қазіргі заманда цифрлық сауаттылық білім беру мақсаттарының маңызды құрамды бөлігіне айналды. 21 ғасырда ақпараттық қоғамның қалыптасуы білім беру жүйесін жаңа талаптар қойды. Білім беру мақсаты оқушыларға цифрлық технологияларды тиімді қолдануға үйрету. Цифрлық сауаттылық ақпаратты іздеу, талдау, қолдану дағдыларын қамтиды. Оқушылар сандық ресурстармен жұмыс істеуді меңгереді. Ақпараттық сауаттылық оқушының өздігінен білім алуына жағдай жасайды. 21 ғасырдағы білім беру өмір бойы білім алу қағидасына негізделеді. Сондықтан цифрлы сауаттылық қазіргі білім беру мақсатының ажырамас бір бөлігіне айналып отыр. Сыни ойлау қазіргі білім беру мақсаттарының бірі болып табылады. Оқушының ақпаратты талдап, салыстырып, бағалай алу қабілетін дамытады. Білім беру жүйесінде сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру маңызды орын алады. Оқушы дайын ақпаратты қабылдап қана қоймай, оны сараптау үйрене алу керек. Сыни ойлау тұлғаның дербес шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Білім беру мақсаты оқушының өз ойын дәлелдей алуға үйретеді. Бұл қабілет өмірлік жағдайларда тиімді әрекет етуге көмектеседі. Оқушылар өз көзқарасын еркін білдіре алады. Сондықтан сыни ойлау 21 ғасырдың білім беру мақсаттарының негізгі бағыты болып табылады. Soft skills бұл ұғым қазіргі білім беру жүйесінде кеңінен қолданылады. Бұл дағдылар қарым-қатынас, көшбасшылық, командамен жұмыс істеу жатады.
Білім беру мақсатында оқушылар әлеуметтік дағдыларды дамыту, soft skills тұлғаның қоғамға бейімделуіне көмектеседі. Қазіргі еңбек нарығында бұл дағдылар маңызды рөл атқарады. Soft skills тұлғаның өз-өзін басқаруына мүмкіндік береді. Білім беру барысында топтар жұмыстары арқылы дағдылар қалыптасады. Сыни ойлаулар шығармашылық қабілетпен тығыз байланысты. Сондықтан бұл дағдылар қазіргі білім беру мақсаттарында ажырамас бөлігі болып табылады. Сонымен қатар инклюзивті білім беру. Инклюзивті білім беру қазіргі заманға білім беру мақсаттарының бірі болып табылады. Оның мақсаты барлық балаларға тең білім алу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Инклюзивті білім беру ерекше білім беруді қажет ететін балаларды қамтиды. Білім беру жүйесі әр баланың жеке қажеттілігін ескереді. Инклюзия қағидаты әлеуметтік теңдікке негізделеді. Бұл моделде әр баланың әлеуетін ашуға мүмкіндік береді. Білім беру процесінде қолдау көрсету маңызды орын алады. Инклюзивті білім беру қағидаты әлеуметтік әділеттілікті нығайтады. Бұл бағыт білім берудің гуманистік сипатына көрсетеді. Сондықтан инклюзивті білім беру қазіргі білім беру мақсаттарының маңызды бір бөлігі болып табылады. Инклюзивті білім беру тек қана мүгедек, ерекше білімді қажет ететін балалар емес, қазіргі таңда біз дарынды балаларды, сабағы өте нашар балаларды, тіл білмейтін балаларды, оралман балаларды біз инклюзивті білім беруге қоса алады екенбіз. Қазақстандағы білім берудің тарихына тоқталсақ, Қазақстанда бұл кезең-кезеңдермен байланысты болады. Ежелгі дәуірде білім беру халық ауыз әдебиеті арқылы насихатталды. Орта ғасырда медреселерде, діни медреселерде Әл-Фарабидің білім берудегі мақсатын жан-жақты тұлға тәрбиелеу деп көрсетсе, қазақ даласында тәрбие салт дәстүрге негізделді. Білім беру арқылы адамгершілік қасиеттері қалыптасты. Тәрбиенің басты мақсаты елге қызмет ететін тұлға қалыптастыру. Осылайша Қазақстанда білім беру тарихы өзіндік ерекшелікке ие болады. 19 ғасырда қазақ ағартушыларына тоқталатын болсақ, мұны слайдта көріп отырғандай, Ыбырай Алтынсариннің өзіндік еңбектері, Шоқан Уәлихановтың, Абай Құнанбаевтың ағартушылық адамгершілік тәрбиені маңызды деп санаса, қазақ тілінде оқытуға ерекше көңіл бөлді. Білім беру тұлғаның рухани дамуына бағытталды. Бұл идеялар қазіргі білім беру жүйесінің негізі болып табылады. Мұны көріп отырсыздар, жалпы алған кезде қазақ даласындағы білім беру, қазақ даласындағы қазіргі Қазақстандағы білім берудің тенденцияларына тоқталатын болсақ та, олардың барлығы жан-жақты жетілген тұлғаны қалыптастыру болып табылады екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.